Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан және бұл Mokoplay арнасы. Осы видеода мен сені 6 сағатта ұйқы қандыруға үйретемін. Қазір таңғы сағат 7 болды, мен видео түсіріп жатырмын. Тренировка жасап келіп үлгердім, таңғы ас ішіп үлгердім және видео түсіріп жатырмын. Сен ұйықтап жатқанда сенің ағзаң тазарып қалыпқа келеді. Былайша айтқанда сен ұйықтай отырып, сен өзің денеңді жасартатын камераға саласың. Онда сенің денең жөнделеді және емделеді. Бірақ егерде сен дұрыс жағдай жасамасаң, сенің денең дұрыс емделмейді және дұрыс қалыпқа келмейді. Демек сен күнімен шаршап, бір нәрсе жасау үшін мотивациялық видеоларды қарауға мәжбүр боласың. Ал егер сен дұрыс ұйықтамасаң, сенің ағзаң тезірек қартаяды. Сондықтан егер денеңді жасартып, өміріңді ұзартқың келсе, осы видеоны аяғына дейін қара. Ең алдымен дұрыс ұйқы деген не екенін айтып өтейін. Ең бірінші, сен 5-10 минут ішінде өзің ұйықтауың керек және бұл үшін саған ешқандай да ұйықтататын дәрілердің керек болмауы керек. Екінші, сен тек азанда оянасың және түнде сирек оянып кетсең де қайтадан ұйықтау саған ешқандай да қиындық тудырмайды. Үшінші, сен ешқандай қоңыраудың көмегінсіз оянасың. Төртінші, ұйықтау және ояну уақыттары шамамен бірдей уақытта болуы керек. Бесінші, тіпті азырақ ұйықтасан да сенің ұйқың қанады, сенің күшін күнімен өмір сүруге жеткілікті болады. Сонымен осы нәтижелерге қалай жетуге болады? Бірінші, сен ұйықтайтын бөлме барынша қараңғы болуы керек. Кез келген жарық көзі сенің ұйқыңның дұрыс қануына кедергі болады, сен миыңның тынығуына кедергі жасайды. Демек сенің демалысыңның сапасы өте төмен болады. Бұл дыбыстарға да қатысты. Олар да миға кедергі болады. Сондықтан егер сенің бөлменде тыныштыққа немесе жарыққа қол жеткізу мүмкін емес болса, маска мен беруш сатып алуға кеңес беремін. Шамамен түнгі 22:00-де ұйықтауға тырыс. Сонда сен таңғы сағат 6-ларда оянасың. Егер мүмкіндік болса, ертерек жасауға да болады. Себебі түнгі 12-ге дейін әрбір демалған сағат 2 есеге демалуға көбірек әсер етеді. Яғни егер сен түнгі сағат 10-да жатып, таңғы сағат 4-те тұрсаң, сенің ұйқың 6 сағатта қанады. Және бұл 8 сағаттық ұйқымен тең болады. Ұйқыға кетпес бұрын, 1 сағат бұрын қорқынышты кино көруге немесе жұмыс істеуге болмайды. Себебі ұйқы уақытында ми күннің соңғы 1 сағатын көбірек есе сақтайды және сол ақпаратты көбірек қабылдайды. Сондықтан егер осы 1 сағаттың ішінде ми қиналатын болса, онда түнде де ми демалудың орнына қиналып шығатын болады. Өзіне ұнайтын өлеңдерді тыңда, немесе басқа да денені тынықтыратын, демалдыратын істермен айналыс. Төртінші, ұйықтар алдында тойып тамақтануға болмайды. Себебі түнде ағзамыз токсиндерден тазарады. Ал егерде сен ұйықтар алдында көп тамақ ішетін болсан, сен ағзаң токсиндерден тазарудың орнына, жасарудың орнына сен ішкен асты қорытуға бүткіл энергиясын құртады. Сондықтан сен демалудың орнына түнімен ағзаң жұмыс істеп шығады. Бесінші, денсаулығың мен өмірлік энергияңды көбейтумен айналыс. Ең алдымен денсаулығыңды толығымен тексер. Егер сен еш жерің ауырмаса, бұл сен денсаулығың жақсы деген сөз емес. Кез келген ауру сенің денеңнің энергиясын алады. Демек, бұл сенің ұйықтауға және энергия жинауына кедергі болады. Алтыншы, қатты төсекте ұйықта. Түнде дененің сүйектері созылуы керек. Бірақ ол созылу үшін біз қатты жерде жатуымыз керек. Сонда біздің сүйектеріміз барынша созыла алады. Бұның себебі біз эволюциялық прогрестен арқасында дамығаннан кейін біз кезінде баяғы заманда адамдарда жұмсақ төсектер болмаған, ешқандай ортопедиялық матрастар болмаған. Сондықтан олар қатты жерде жатып үйренген. Біздің ағзамыз сондай жағдайға қалыптасқан. 7. Бөлмедегі температура 20 градус болуы керек. Қараңғылық және тыныштық сен ұйықтар алдындағы ұранын айналуы керек және таза ауа кіріп тұруы керек. Әрине терезені барынша ашып тастау керек деп айтпаймын, бірақ
кішкене ғана таза ауа кіріп тұратын болса, ол өте жақсы. 8-ші, киімсіз ұйықтау керек. Кейбір адамдар ұйқыға арналған киімдерді киіп ұйықтағанды ұнатады, бірақ ол ұйқыға кедергі келтіреді. Осымен болды. Егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліңіздер, достармен бөлісеміз. Жақсы ұйықтаңыздар. Сіздермен бірге болған Баука Плей. Және менің атым Бауыржан. ВКонтактеде іздеп таба аласыздар. Сілтемелер бәрінің астында. Бәріне сау. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.